Уақыт. Біз оны байқамаймыз. Бірақ ол біздің балаларымыздың балалық шағын үнсіз алып кетеді. Балалық шақ адамның ең таза кезеңі. Дәл осы кезде жүрекке не салынса, сол өмір бойы бірге жүреді. Мен әке болған күннен бастап, уақыттың қалай басқаша өтетінін сезіне бастадым. Кеше ғана қолыма сыйып тұрған қызым, бүгін жүгіріп келіп мойныма асылады. Менің атым Дайя, мен 4 жастамын. Әжеке барам, папамен ойнап жақсы көремін. Бүгін қымыз жасауға бардым. Мен өзімнің отбасымды жақсы көремін. Тәрбие бұл үлкен әңгімелер емес. Бұл бірге өткізілген уақыт, бірге күлген сәттер, бірге еңсерген кішкентай қиындықтар. Мен қызымның болашағын бүгін қалыптастырып жатқанымды түсінемін. Сондықтан әр күнім жауапкершілік, әр сәт мүмкіндік. Қыз анасына қарап әйел болуды үйренеді. Үйдің берекесін сақтауды, мейірімді болуды, шаңырақтың жылуын сезінуді үйренеді. Мен қызым ертең қай жерде жүрсе де, өз ұлтын ұмытпайтын, отбасын қадірлейтін жан болса екен деймін. Бәрі балалықтан басталады, бәрі отбасынан басталады. Отбасы бұл біздің ең үлкен байлығымыз. Біз қызымызға ең алдымен адалдықты, еңбек сүйгіштікті және мейірімділікті үйреткіміз келеді. Бала тәрбиесі кішкентай қадамдардан басталады. Үлкенді сыйлау, кішіге қамқор болу, бәрі отбасынан бастау алады. Отбасы бұл біздің ең үлкен байлығымыз. Біз қызымызға ең алдымен адалдықты, еңбек сүйгіштікті және мейірімділікті үйреткіміз келеді.